Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ватрушки немесе сүзбелі тәтті нан жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыстық сүтке бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Араластырып, оған қант, жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз біркелкі болғанша. Ең соңында шым-шым тұз, дрожж салып араластырып, електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отыра қамыр илейміз. Қамыр тым қатты болып қалмасын, аздап қолға жабысатындай қамыр илеп жылы жерге орап 1-2 сағатқа ашытуға қоямыз. Ал енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге творог, қант, жұмыртқа, қаймақ қажет болады. Барлығын блендермен езіп аламыз. Қамыр ашыған соң барлығын бөліктерге бөліп аламыз. 12-13 дана ватрушки шығады. Домалақтап, бетін жауып, тағы да 20 минут шамасында қалдырамыз. Бетіне қаласаңыз штрезель дайындауыңызға болады. Бұл міндетті емес. Ұн, қант, сармай барлығын крошка жасап аламыз. Қамырларымызды осылай ортасын басып шығамыз. Банкмен, стақанмен, өзіңізге ыңғайлы затпен ортасына салмамызды салып шығамыз. Шеткі қамыр бөліктеріне жұмыртқаның сарысын жағып, жаңағыдегі штрезелімізді сеуіп шығамыз. Тағы да бір жылы жерде 20 минуттай ұстап, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке саламыз. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған үмида.